Бұлшықетке егу техникасы. Алдымен пациентпен амандасып, өзімізді таныстырамыз. Вербалды және вербалды емес әдіс тәсілдерді қолдана отырып, пациентпен тиімді қарым-қатынас орнатамыз. Пациентпен емшара жүргізу барысында ара қашықтық сақталуы керек. Пациентке жүргізілетін емшараның мақсатын түсіндіреміз және келісімін аламыз. Емшара барысында ыңғайлы қалыпты ұсынамыз және науқасқа ақпараттандырылған келісімін аламыз. Емшараны жүргізу алдында бірінші жұмыс столын әзірлейміз. Жұмыс столында 6% сутегі асқын тотығындағы медициналық қайшы және пинцет болуы керек, 70% этил спирті және кескіш қажет, және стерилді бикс және медициналық құрал жабдықтарды әзірлеп аламыз, және дәрігер тағайындауына сәйкес дәрілік препараттарды әзірлейміз, бір реттік резеңке қолғапты әзірлейміз. Емшараны бастамас бұрын бірінші бір реттік резеңке қолғапты аламыз, бүтіндігін және жарамдылық мерзімін тексереміз, белгіленген аймақтан ашамыз, қағаз қалдығын қауіпсіз А тобына тастаймыз, резеңке қолғапты ашып, дайындап аламыз. Резеңке қолғапты кию үшін алдымен қолымызды Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің номер 111 бұйрығына сәйкес қолымызды өңдейміз. Ағынды суды ашып, қолымызды шаямыз. Дозатордың көмегімен қолымызға сұйық сабынды аламыз және қолымызды 6 тәсілмен өңдейміз. Ағынды суды ашып, қолымызды шаямыз. Ағынды суды жабамыз. Бір реттік салфеткамен қолымызды құрғатамыз. Қауіпсіз тобына тастаймыз. Қолымызды құрғатып болғаннан кейін дозатордың көмегімен қолымызға антисептикті аламыз, қолымызды 6 тәсілмен өңдейміз. Қолымызға резеңке қолғапты кию үшін алдымен стерилді қағаз көзін ашамыз. Алдымен оң қолымызға резеңке қолғапты киеміз. Медициналық қолғаптың қағаз бөлігін қауіпсіз артығына тастаймыз. Келесі қадам дәрілік заттарымызды тексереміз. Дәрігер нұсқаулығына сәйкес қажетті дәрілік затты аламыз. Оның бірінші бүтіндігін тексереміз, ампуламыздың дәрілік заттың атауын тексереміз, дәрігердің тағайындауына сәйкес болуы керек. Жарамдылық мерзімін тексереміз, 2021 жылға дейін жарамды, ампуланың тұтастығын, бүтіндігін, дәрілік заттың түсін, мөлшерін анықтап аламыз. Егуге арналған шприцті құрастырамыз. Шприціміздің жарамдылық мерзімін және бүтіндігін тексеріп аламыз. Стерилді пинцетті бикстен аламыз. Қолданылған пинцетті жұмыс орнында қалдырамыз. Стерилді биксті алып, жұмыс столына қоямыз.
және қажетті үйге арналған мақта шариктерін аламыз. Бұлшетке егу барысында 6 мақта шаригі қолданылады, стерилді. Рецепті 6% сутегі аспирин ішіне салып қоямыз. Шприцтің белгіленген бөлігінен ашамыз. Поршенін ұстап, стерилді лотокқа саламыз. Қаптамасын қауіпсіз лотогына тастаймыз. Поршенді артқа тартып, ауа сорып және шығару арқылы иненің өткізгіштігін тексереміз. Шприц иненің қақпағын алып, жетпіс пайыздық этил спиртіне мақта шариктерін малып аламыз. Бірінші мақта шаригі мен ампуланың кесуге арналған бөлігін өңдейміз. Қолданылған мақта шаригін қауіпті ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Кескішті алып, кесуге арналған бөлігінен белгі саламыз, кесеміз яғни. Екінші спиртке батырылған мақта шаригіменен белгіленген аймақтан қайта сүртіп, ампуланы сындырамыз. Ампуланың сынған бөлігін және мақта шаригін қауіпті ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Иненің қақпағын алып, қажетті дәрілік затты сорып аламыз. Дәрілік заттың мөлшері дәрігер тағайындауына сәйкес болуы керек. Ампуланың шыны бөлігін қауіпті ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Иненің қақпағын жабамыз. Стерилді лотокқа саламыз. Егуге арналған инені ауыстырамыз. Келесі шприцті ашып, ботоба қалдықтар газына тастаймыз және инесін ауыстырамыз. Қаптаманы ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Қолданылған ине ботоба қалдықтар газына қақпағы ашық күйінде тасталады. Шприцті тік ұстап, көз деңгейінде ұстай отырып, 1-2 тамшы дәрілік препаратты шығарамыз. Поршенді итеру арқылы, яғни иненің өткізгіштігін тексеріп алдық. Стерилді лотокқа қоямыз. Макасқа егу жүргіземіз. Инъекция орнын анықтаймыз. Бұлшықетке егу техникасын жамбастың сыртқы жоғарғы бөлігіне, санның латеральды бұлшық етіне және қолдың пативитті етіне жүргізуге болады. Егу жасамас бұрын спиртке батырылған мақта шаригіменен қолғапты өңдеп аламыз және қауіпті ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Алдымен егу аймағын өңдеп аламыз. Егу аймағын таңдап, жамбастың сыртқы жоғарғы бөлігін бірінші спиртке батырылған мақта шаригімен 4-8 см көлемінде жоғарыдан төмен қарай теріні өңдейміз. Қолданылған мақта шаригі қауіпті ботоба қалдықтар газына тасталады. Екінші спиртке батырылған мақта шаригімен тек қана егу орнын жоғарыдан төмен қарай бір рет өңдейміз және қауіпті ботоба қалдықтар газына тастаймыз. Үшінші мақта шаригін оң қолымыздың 4-5 саусағы аралығында ұстаймыз. Иненің қақпағын ажыратып, оң қолымызға шприцті ұстаймыз және сол қолдың көмегіменен егу аймағын 2 саусақпен теріні тарта отырып, шприцті теріге 90 градуста бағыттаймыз және егу барысында 0,5 см мөлшерінде иненің сыртқы мөлшерде қалуы керек. 90 градуста тік бағыттай отырып, инъекцияны жасаймыз. Сол қолдың көмегімен поршенді итере отырып, дәрілік затты баяу жібереміз. Мақта шаригінің көмегіменен инені жылдам қимылмен шығарып аламыз. Мақта шаригіменен егу аймағын сүртеміз және уқалаймыз. Қолданылған ине аузы ашық күйінде ботоба қалдықтар
колдонулган курал жабдыктарды өңдөөгө жиберемиз.